осы біздің ортамызда бүгін кезде кілең өрендерді, рухты әндерді келіп жүрген, баршамыз арқамызды қоздырып, делебемізді қоздырып жүрген осында бір жақсы композитор бауырымыз бар, ақын, әнші, сазгер Ерлан Төлеубай бауырымызды ортаға шақырайық. Бір тамаша Ерекеңнің әнімен бастасақ деп отырмыз. Ерекең танитын кісілер де, танымайтын кісілер де бір қошемет көрсетейік. Ереке, ән құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Жаңағы ақын композитор деген өте артық кетті ойлаймын. Жарылқасын аға мен мынау Әбдіғали ағаның алдында композитормын деп енді әуестік шығар. Сазгеріміз енді Алланың ауызға салғанын жазып жүрміз. Құттан Жәркен ағаның алдында ақын деп айтқанда жерленді бітіп жаздым. Ана жақта Талапбек деген досым отыр. Тәкеңнің алдында негізі ақынбыз деп айтпаймыз. Тәкең ақын болса соны інісіміз дейміз. Енді Талапбектен бастадым ғой сөзді. Талапбек деген қазақ осы Атажұртқа келгенде менің алдымнан шықса, мынау Елдос Орда деген Әділеттің досы бар. Сол Түркияда жатып, Әділет Ахмет деген қазақ келе жатыр деп. Әділет Ахмет деген атты танимын, жақсы оқырманымын мұрадан бастап. Бірақ Әділеттің өзін көрмеппін. Сонымен келе жатыр дегенді естіп, бір күн бұрын шығып Әділетпен бір қонақ үйде жолықтық, демалып жатқан жерде. Жолығып, содан ертесі Әділетті Күркешеме барып тамақтандырып, Әділетті журналист деп таныстырған ғой. Соны Әділеттің өзіне қарастырып, журналист емес бір ғылымның, кәдімгі ақынның бейнесі бар екен. Содан бастап Әділет екеуміз таныспыз. Әділет, мынау кітабыңның ғұмыры ұзақ болсын. Көбіктілік көппестінің сауырын аңсап жүрсін көкбөрілер дәуірін, есілелге еңбек етіп ершімді тасың өрге домаласын бауырым деп, тасың өрге домаласын енді мына бауырымыз шақырып жатыр екен. Біз енді азырақ болса да ән жазып жүрміз. Мына ортада қазақтың ақындарының ақсақалы, классик ақын Жәркен Бөдеш деген атам отыр. Осы Жәркен Бөдешке ертіп барғанда да сол Талапбектің ісі белгілі болатын. Сол кезде бір ән жазып қайтқан Тәке есіңізде ғой. Сен жайылды сағындың мен боғдан деп бір жылап алғам. Мен анау Атажұртқа оралып қайтпай қалған қазақпын менде. Ол жаққа біздің паспортымыз істемей қалды. Қалай болды оны Тәкең өзі біледі. Сонымен сол сен жайылды сағындың мен боғдан деп сол таксиде ыңылдап жатып, сөзімен әуені бірге келген, әлемге дейін әншісін таппай жүрмін. Соны орындап берсем сол. Бүгін соңғы есейін енді. Мынау Бибігүлдің алдында ән айту өте қиын болып тұр енді қазір. Солай болса да айтып берейін енді. Осы Жәркен атаңның жолын бөлсін, Әділет. Жортқанда жолын болсын. Baba